Сәлем достар, сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі рецепті сіздермен блинчиктің рецептімен бөліскім келіп отыр. Блинчик өте керемет, бастысы бір жасағаннан ешқандай табаға жабыспай-ақ дайын болатын ажурный блинчик. Ол үшін бізге бар жоғы керек болады шекер. Шекерді егер өте көп қоссаңыздар, тәтті болады. Мен өте тәтті қаламадым, сол себепті бар жоғы 200 граммдай ғана қостым. 180-200 грамм жеткілікті. Тым көп қоссаңыздар, тәттісі көп болған сайын блинчиктеріңіз қаралау болып пісуі мүмкін. Соған да мән беріңіздер. Және блинчик жұмыртқаны жақсы көреді. Қанша көп қоссаңыздар, сонша сала бер деп тұрады. Яғни блинчигіңіз керемет болсын десеңіздер, жұмыртқаны өзінің нормасына қарай салыңыздар. Мен бұл жерде 4 салдым. 4-5 жеткілікті. 400 грамм сүт, 400 грамм су құямын. Соған қарай саласыздар. Дәміне қарап аздаған тұз, жарты шай қасық жеткілікті. Шекерді өте қатты взбить етудің қажеті жоқ. Бастысы шамалы еру керек. 400 грамм сүт және 400 грамм су қостым. Мен бұл жерде піспеген сүт алдым. Аса қатты маңызды емес қандай сүт екендігі. Және 100 грамм сұйық май қосып, барлығын жақсылап бір рет араластырып аламыз, біркелкі болсын. Және блинчикке айран қоссаңыздар, өте керемет болады. Айран, ашыған айран бола береді. 1 шай қасық сода, өте қатты толтырмайсыздар. Және жартыдан сәл ғана көп сода қосып, кешіресіздер, уксус қосып, екеуін араластырып, гасить етіп, айранға құясыздар. Үздіксіз қозғап тұрыңыздар. Айран тасу керек. Тасыған жақсы. Сонда сода мен уксус жақсылап араласып айранға енеді. Дайын болған айранды қоспаға қосып, оны да жақсылап араластырып жіберіңіздер. Ұнды барынша електен елеп қосқан дұрыс. Електен елеп қоссаңыздар, қамырыңыз үлпілдек, әдемі болып шығады. Ішінде бір-екі түйірлер қалып кетпеу үшін. Түйірі қалып кеткен жағдайда ішінде қатты болып піскен кезінде көрініп қалуы мүмкін. Консистенциясы дайын болған түрін білу үшін ожаумен сапырған кезінде қамырдан, яғни тестадан ешқандай сылдырлаған дауыс шықпау керек. Яғни сапырған кезінде ешқандай дауыс шықпайды. Соған қарап дайын болған білесіздер. Өте қою болмау керек, өте сұйық болмау керек. Сұйық болса жабысқақ болып кетеді. Егер табаңыз жабысатын таба болып жатса, табаңызға 1,5-2 сантиметрдей етіп сұйық май құйып, жақсылап қыздырыңыздар. Өте жақсылап май қызу керек. Сонан соң сол майдың бәрін алып, бөлек ыдысқа құйып аласыздар да, сонан соң пісірсеңіздер, блинчиктеріңіз мүлдем жабыспайды. Мінекей, менің блинчиктің тестасы дайын. Дайын болған тестаны жақсылап арасында бүдір-бүдір, яғни комок болып қалмау керек. Түйіршіктер жақсылап венчиктің көмегімен взбивать етіп аласыздар. Мінекей, ожаумен сапырғанда ешқандай сылдырлаған дауыс шықпайды. Дайын болған қамырды 10 минутқа демалдырып қойыңыздар. Табаны жақсылап қыздырамыз. Мінекей, дайын болған блинчикті бір ожаумен ғана құямыз. Бұл жерде менің табам өте үлкен емес, диаметрі бар жоғы 22 сантиметрлік. Соған қарай өлшеп құя бересіздер. Бастысы бұл блинчик бір жасағаннан ақ дайын болды. Ешқандай проба кезінде күйіп,
қолға жабысып, алғашқы 3-4-еуі жаңа барак болып шығады ғой. Ондай болған жоқ. Осы рецептпен жасасаңыздар ондай болмайды да. Бір жасағаннан-ақ керемет болып шығады. Үзілмейді де, арасы ыдырап кетпейді де. Тесік-тесіктері өте әдемі болып көрініп тұрады. Қып-қызыл, әдемі қызыл болып тұр. Шекері өзіне жеткілікті деген сөз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер, комментарий бөліміне өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен түрлі рецепттермен бөлісуге әркез асығамын. Ол маған үлкен қуаныш сыйлайды. Сіздердің әрбіріңіздің ойыңыз мен үшін өте маңызды. Міне, блинчигіміз бірін кетін бірін артынан пісіп жатыр. Өте керемет. Арасына творог араластырып жақсаңыздар да болады. Творожный сыр қосып, рулет жасасаңыздар да болады. Басқа рецепттерде сіздерге блинчиктен басқаша қалай жасау түрлерін жасау көрсететін боламын. Блинчиктен роллы, пирог, әртүрлі нәрсе жасауға болады. Мен бұл рецепті жай ғана блинчиктің өзін жасадым. Әркім фантазияңызға ерік берсеңіз болады. Мінекей қып-қызыл, өте әдемі, дәмді болып шыққан. Ас болсын достар.